мынау үш түйін ғой, үш түйін тиюді көп адам сұрайды да, көрсетіңізші, дұрыстап көрсетіңізші, түсіндіріп деп, соны түсіндіріп өткім келіп отыр. Міне үш түсті жіппен қаптап аламыз жіпті, сосын барып оң қолдағы жіпті астына, сол қолдағы жіпті үстіне айқастырамыз осылай. Сосын үшінші жіпті мына жерден алып келеміз да, оң жақтағы жіптің астынан жоғары көтеріп шығарамыз. Сонда мынандай үшбұрыш пайда болады. Осы үшбұрышта мына жіпті айналдырып өткізген кезде бізде үш түйін түйіледі. Бірінші мына қарадан бастаймыз. Қараның алдында қалған екі түс қиылысып жатыр. Қызыл мен жасыл қиылысып жатыр. Оның қиылысқан жері мынау. Сондықтан да қара жіпті мына қиылысқан жерінен өткіземіз да, міне жаңағы үшбұрышты бар ғой, содан алып келеміз. Мынандай қылып. Міне, қатты тартып тастамаймыз, осылай бос қылып қойып қоямыз. Енді келесі бізде қызыл жіп, қызыл жіпті де міне оның алдында қара мен жасыл X болып қиылысып жатыр. Оның қиылысқан жері мынау. Алып келеміз да, міне қараның қасына өткіземіз мына жерге. Енді бізде бір жіп қалды. Үшінші жіп жасыл. Осы жасыл жіпті өткізу үшін қалған екі түс қиылысып жату керек. Жасыл жіптің алдында қызыл мен қара қиылысып жатыр. Ол мына жерде қиылысып жатыр. Оның қиылысқан жері мынау. Сондықтан жасыл жіпті біз мынадан былай қарай өткізіп, ана жіптердің қасына өткізіп, үшбұрыштыдан шығарамыз. Міне, үш жіпте бізде бір үшбұрыштың ішінен шығып тұр. Демек, біздің түйініміз дұрыс деген сөз. Енді осы түйінді жоғарға қарай жақындатамыз. Оны былай сразу жақындатпайды, әрқайсысын бөлек-бөлек әр жіпті көтереміз жоғары. Мына жағынан тартамыз. Енді келесі қызылды көтереміз. Тартамыз. Енді қараны көтереміз. Әлде де жақындатайық жіптерді. Бізде үш түйініміз түйілді. Үшеуі бір үшбұрыштың ішінен шығып тұр. Демек, біздің түйініміз дұрыс деген сөз. Егер де түйін қате болатын болса, үшбұрыштың біреуінен басқа жіп басқа жақтан шығып кетуі мүмкін. Содан қарап қате екен